Достар, барлықтарыңызға сәлем. Қазір біз Марат Томаннан жіберем қалай әнін гитарда ойнап үйренеміз. Енді бірінші тыңдап алайық. Түн алмады, келем саған хабарламам бармады. Қайта сөніп төзім қалмады. Естелікте телефонда бар мәлі, үміт бар мәлі қалғаны. Сезімде емес махаббатта қалмады. Кешіруге енді себеп болмады. Сені бақытты қылу емес олардың арманы. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай. Так, аккордтар местерге екі түрін көрсетемін. Біріншісі баресіз, то есть баремен, то есть сосын екіншісі баресіз. Баресіз дегенде, баремен дегенде бір ғана бар аккорд бар, бұл F. Одан кейін екінші аккорд E, одан кейін AM қосады, сосын G қосады. Осы төрт аккорд қайталанып, басынан аяғына дейін ойнала береді. Қазір мен сіздерге бірінші немен көрсетейін, осы мен бір айтып көрсетейін, сосын баресіз көрсететін боламын. Қағыс деген сегіздік, төмен, мынандай, төмен, сосын жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен, жоғары, тек бұл қағысты біз жарт-жарттан бөліп ойнаймыз. Мысалы, F аккордын екі төмен ойнаймыз, төмен, екі орамыз. Сосын AM-ға екі төмен, қалған G-ға ойнаймыз. Енді айтып көрейік. Түн алматы, келем саған хабарламам бармады. Қайта сөніп өзім қалмады. Естеліктер телефонда бар мәлі, үміт бар мәлі қалғаны. Сезімде емес махаббатта қалмады. Кешіруге енді себеп болмады. Сені бақытты қылу емес олардың арманы. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Түсінікті шығар. Енді келесі баресіз аккордтарды көрсетейін. Айтпақшы, мен өзімді каподасырды мына жерге ыңғайлайтып 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы латқа қойдым. Егер де сіздерде каподасыр болса, өздерінің дауыстарын ыңғайлап қоя аласыңдар. Егер де болмаса, мен айтқан аккордтарды мына жерде ойнауға болады. Енді баресіз аккордтарды көшейік. Бірінші аккорд бізде С, одан кейін B7 деген аккорд, немесе A7, келесі EM, сосын D. Осы төрт аккорд. Ал қағысы жаңағыдай болады. Так, бастайық. Так, мынаны кішкене көтере екен, таусымына келмейді. Каподасырмен болмайды екен. Так, аккордтарды B7, EM, D. Кеттік айтамыз. Түн алматы, келем саған хабарламам бармады. Қайта сөніп өзім қалмады. Естелікте телефонда бар мәлі, үміт бар мәлі қалғаны. Сезімде емес махаббатта қалмады. Кешіруге енді себеп болмады. Сені бақытты қылу емес олардың арманы. Сезімімді
Міне осылай барис аккордтар. Егер де шықпай жатса, асықпай, қағысты жаңағыдай бөліп ойнап жаттықтырып, сосын өлеңді айтып бастасаңыздар болады. Мінекей осындай разбор. Бұл әннің тексті мен аккордтарымен Telegram каналымда болады, сол жерден көре аласыңдар. Барлықтарыңызға сәттілік, келесі разборда көріскенше.